Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үйдегі терезені жалтыратып, жарқыратып жуу әдісімен бөлісемін. Өте оңай, тез әдіс тәсілдің бірі. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы су дайындаймыз да, оған мистер мускулды құйып аламыз. Терезені жууға арналған құрал. Оған лимонный уксусты құятын боламыз. 6%. Екеуін жақсылап араластырамыз да, мына терезелеріміздің әйнегіне, яғни айналарына екі жағына жақсылап тұрып жағып, губкамен немесе тряпканың көмегімен жақсылап тұрып жуатын боламыз. Мына терезенің ақ жерлері бар ғой, соны сіздер қаласаңыздар, кәдімгі қолдың кір сабынымен ессеңіздер, сонымен ақ тап-таза болып шыға келеді. Ал айналарды жаңағы мен айтқан әдіс тәсілмен істесеңіздер, жарқырап, ешқандай айғызы да ізі де қалмайды. Енді таза су құйып аласыздар да, сол таза сумен жаңағы средствоны толықтай тазартып сүртіп шығамыз. Суыңызды тазартып аласыздар. Одан кейін барып үйде сіздерде қандай жаңағыдай қағаз бар, қағазбен сүртсеңіздер болады, немесе кәдімгі салфетка бар ғой, құрғақ салфетка, соның көмегімен сүртсеңіздер болады. Мен толықтай тазартып біттім. Енді суы кеппей тұрып, жақсылап тұрып, салфеткамен құрғатып шығатын боламын. Екі шетін бірдей. Ешқандай да су қалмау керек, бәрін толықтай құрғатып, жақсылап сүртіп алатын боласыздар. Осымен біздің тереземіз әппақ боп жалтырап шыға келеді. Бір терезені жууға кем дегенде 15 минут уақыт кетеді. Өйткені бұл ең оңай әдіс тәсіл. Міне қараңыздаршы, әппақ боп жалтырап, ешқандай айғызсыз, тап-таза болып шыға келді. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.